Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен анар жемісінің керемет пайдасы туралы айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Жалпы анар жемісінің 10 пайдасы туралы айтатын боламыз. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз сағат сияқты тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ кәріліктің сіздің есігіңізді ерте қағуына жол бермейді. Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып жүрген жоқ. Дегенмен анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңізді жөн көрдік. Бірінші, анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендері мен минералдарға калий, мырыш, фосфорға бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория бар. Екінші, шырынын, яғни құрамында танин болуына байланысты және жеміс қабығын медицина асқазанының жұмысы бұзылғанда да, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, яғни гастритпен ауыратындар анар жемісінің ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Үшінші, қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кетуі үшін анарды жеу керек. Төртінші, анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Бесінші, анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза, тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Алтыншы, анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін де өте тиімді болып табылады. Жетінші, анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Сегізінші, анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше біздің пайғамбар оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінде бойында бір дәні жанаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деп үміттенемін деп жауап берді Табарани. Ал Әли, Алла разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анардың қызыл етін жеңіздер, себебі ол асқазанды тазартады. Ахмад ибн Ханбал деп айтқанын естіген. Тоғызыншы, анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды, теріні қалпына келтіру процестерін белсендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылымдылығын ұлғайтады. Келесі, яғни соңғысы 10-шы пайдасы, Лос-Анджелестегі Калифорния университеті зерттеушілерінің бір тобы 65-70 жас аралығындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруынан емдеуге тырысыпты, бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда бұл адамдардың ауруы одан әрі өршіп кеткен екен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырынын беріп тұрыпты. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдардағы простат ауруының өршу жылдамдығы анар шырынынан ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдеген екен.
Сонымен бүгінгі біздің анар жемісі туралы қозғаған тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамыз. Зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.